Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен Флинди. Және бүгінгі видеороликте достар біз екі алапауыт каналды салыстыратын боламыз. Бүгінгі видеороликте достар біздің арнамызда, то есть видеоролигімізді Кигашбек деген ағамызбен Q-Pro деген ағамыз видеороликқа қатысатын болады. Осы бүгінгі видеороликте достар мен екі ағамызды салыстыратын боламын. Каждый раундтарда бұл екі ағам оценка беріп, қайсының каналы мықты екенін достар сіздерге дәлелдеп немесе көрсететін боламын. Егер сіздің сүйікті ютуберлеріңіз ұтылып қалса бұл рубрикада, то достар ренжімеңіздер достар, өйткені бұл менің өзімнің мнением. Ал егер сен менің ойымен келіспесең, то обязательно комментарияға өз ойыңды жазып кет, және арнаға тіркеліп лайкты басып кет досым. Өйткені достар мен осындай контент жасап жатырмын, сіздер маған лайк баспасаңыздар достар, бұл просто еңбектің шоуы болады. Так что достар арнаға тіркел, лайк бас, колокольчикті баста, комментарий жаз. Ал біз достар өзіміздің битва ютуберімізға кеттік. Достар, давайте Кигашбек деген ағамыздан бастайық. Кигашбек деген ағамыздың шапкасы просто бомбезный, және аватаркасы тоже топовый. Сондықтан Кигашбек ағамызға біз 1 деген балл береміз, және ол ағамызда 279 подписчик, скоро 280 мың, 290 мың, және 300 мың подписчик болды достар. Так что Кигашбек ағамызға барлығымыз тіркеліп, ағамызды қолдай, өткен достар бұл Free Fire қазақ контентін дамытып жатыр. Так что ағамызға ссылкасы, просто ағамыздың ссылкасы описанияда болады. Тіркеліп, колокольчикті басып, оның каждый видеосын көрейік. Ал достар, Q-Pro ағамызға кеттік. Q-Pro ағамыз 320 мың подписчик. Бұл ағамыздың шапка авасы өзінің стиліне прям топовый келген достар. Просто менің көзім шокта болды осы ағамның шапка авасын көргенде. Неге білмеймін, бұл ағамның шапкасы маған аватаркасы прям қатты ұнайды. Мен тура осындай шапка авасы деген келеді. Әрине Кигаш ағамыздың да шапкасы Q-Pro ағамыздан қалмайды, но бірақ та маған қатты ұнағаны Q-Pro ағамыздың шапка авасы. Бұл ағамыздың тоже ссылкасы описанияда болады. Қазақ ютубын дамытып жатқан ағамызға подписаться етейік. Итак, достар, Кигашбек ағамыздың превьюлары топовый. Әрине бұл эмоциямен түсіретін кісі, просто маған превьюлары прям ұнайды. Әсіресе мынау превью просто әдемілеп тұрып істеген, просто красавчик біздің Кигашбек ағамыз. Итак, каждый превьюны қарап тұратын болсақ, кейбіреулері немножко однообразный болды достар, бірақ бұл ағамыз стараться етеді. Так что достар, бұл ағамызға тоже самый 1 балл беретін боламыз. Ал енді Q-Pro ағамызға кеттік. Бұл жолда достар маған Q-Pro ағамыздың оформлениясы, шапкасы да қатты ұнады. Әсіресе мынау тұрған превью өте топовый келген достар. Каждый превьюлар достар однообразный емес, әртүрлі стилде жасалған. Так что Q-Pro ағамызға да тоже 1 балл береміз. Ал енді 3-ші раундымызға кеттік. Бұл жолғы раундта достар Кигашбек ағамыз ұтты. Әрине екі каналдың да качествосы, то есть видеосының качествосы мықты. Бірақ Кигашбек ағамыз FPS пен Q-Pro ағамызды 1 балға алдын орап кетті. И 4-ші раундымызға кеттік. Төртінші раундта Q-Pro ағамыз 11 мың лайкымен, 93 мың просмотрымен, Кигашбек ағамызға 7 балды 1 балымен. Ал Кигашбек ағамызға 67 мың просмотр, 7 мың лайк болды. Достар, бұл екі видео Кигашбек ағамыздың және Q-Pro ағамыздың ең соңғы видеолары болғандықтан, достар, әдейі алдым, және Q-Pro ағамыздың видеоролигі трендта 4-ші орын, ал Кигашбек ағамыздың видеосы 15-ші орында тұр. Ал өзіміздің решающий 5-ші раундымызға кеттік.
достар, Кигачбек ағамыздың контенті грандмастер және джекпоттар ашу, лутбокстар ашу, конкурс сияқты достар контент. Ол үшін ағамызға үлкен рахмет. Және ол мега конкурс деген болатын. Жауап шықты, өкінішке орай достар, мен ұта алмай қалдым. Және ол кісі обновление өзінің ПК-сы жайлы түсіріпті. В общем, бір сөз айтқанда Кигашбек ағамыз жаба немесе змей сияқты жаңа заттарды выбивать етіп өзінің коллекциясын жинайды. В общем, Кигашбек ағамыздың контенті осындай. Ал енді біз Q-Bro ағамыздың контентіне кеттік. Ағамыздың контенті прокачка, және тағы да прокачка, өзінің баласымен инкубатор айландырады, және челлендж істепті мінеки, және грандмастер жайлы тағы да видео түсіріпті. Кигашбек ағамыз сияқты және өзінің баласын джекпот айландырады. В общем, достар, екі ағамды контенті бір. Так что, достар, екі ағамызға да плюс бір балл береміз. Сонымен, достар, бұл раундты достық жайында. Так что, достар, ешқайсы мені жамандамаңыздар, және екі ағамызды жамандамай қойыңыздар. Бұл екі қазақ ютубері бөліп жармаймын, достар. Так что Кигашбек ағамыз ұтпай қалды, немесе Q-Bro ағамыз ұтпай қалды деп жазбай қойыңыздар. Мен ойымша, мен бүкілін әділ істедім. Өйткені, достар, екі каналда победаға лайк болғандықтан, екі каналда да достық және деп шештім. Так что, достар, егер сізге видео ұнаса, обязательно лайк басамыз, комментарий жазамыз, және арнаға тіркеліп, колокольчикті басып, комментарий жазып кетейік. Сіздерім болған мен Фленди, арнаға обязательно тіркел, екінші бөлімді қаласаң, комментарий жазып кет.